мына халықтың психологиясында бір өзгеріске ұшырағандығы ғой. Әйтпесе қайырымдылық осы деген, сауап деген бұрыннан бар. Ал енді мына күні кеше мына бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлады. Кувейттің әмірі 6 шілдеде Қазақстанға 10 миллион ақш долларын тегін көмек беру жөнінде үкім шығарды. Оны президентіміз қабыл алып, Нұрсұлтан Назарбаев Кувейттің әміріне хат жолдады. Ол жөнінде хабар болды. Соны не үшін беріп жатыр? Болмаса осы сияқты қайырымдылық актілер Кувейт 70-ші жылдардың соңынан бастап дүние жүзіндегі әл-ауқат жағынан алдың қатарлы елдердің қатарынан орын алады. Содан хабарларыңыз бар шығар. Сондықтан бұлар мына осындай туыстас, достар халықтарға қайырымдылық көмекті бұл істер аялмайды. Мына неден көптеген мешіттер, медреселер ашылып жатыр. Басқа да әртүрлі осындай қайырымдылық жасап жатыр. Ал енді мынау оқу орнын ашу, бұл қай халықта болмасын. Енді мынау Американың әлгі бейбітшілік корпусы дейтін, корпус мира. Осы жәрдем беріп жатыр. Не үшін беріп жатыр олар? Мына Кувейттің әлеуметтік реформалар қоғамы қазір көптеген елдерге өзінің. Соның бір көрінісі осы университет. Енді мен мына осы университетке келердің алдында осы мәселелерді мен жан-жақты қарап, соған әбден көзім жеткеннен кейін, бұл университет болсын, қоғам болсын, мына Қазақстанның конституциясын, Қазақстан заңдарына қайшы келетін тірлікті ешқайсысына бармайды. Соның аясында еңбек ететін болады. Ал енді мен ойлаймын, бұл университеттің келешегі үлкен. Өйткені біз мына қазіргі таңда дұрыс студенттерді іріктеп таңдап алуға мүмкіндігіміз мол. Біз кеше бірінші күні бастадық құжат қабылдауды. Әлі хабарлап жүрген жоқпыз. Соның ішінде кеше түске дейін 35 адам келіп құжат тапсырды. Оның үстіне біз мына үздік бітірген оқушыларға, орта мектепті, орта оқу орнын үздік бітіргендерден емтихансыз әңгімелесу арқылы қабылдаймыз. Сондықтан бұл университетке тек білімі жоғары. Ал енді бұл университет басқа оқу орындарына қарағанда оқытушылардың жалақысын жоғарырақ береді. Соған байланысты біз осы қаладағы ең жоғары білікті маман оқытушы профессорларды іріктеп ала аламыз. Сонысы мұнда араб елдерінен келген тәжірибелі ұстаздар сабақ береді. Сонысы студенттерге де, оқытушыларға да жағдай жан-жақты жасалынған. Жаңа өздеріңіз танысып өттіңіздер, компьютерлік техникалық құралдармен жабдықтау жағда, басқа осы студенттер үшін, осы оқытушылар үшін керек нәрселердің барлығы ойластырылған, қамдастырылған. Сондықтан бұлай осы үмітіміз үлкен, алдың қатарлы оқу орны болады. Оқу негізінен қазақ тіліне жүргізіледі. Бізде әлгі орыс басқа бөлімдері жоқ, қазақ бөлімі бар. Қазақ тілінде болғанда мына араб тілі мамандықтарын араб тілінде, ағылшын тілдеріне жүріледі. Негізі бұлай қазақ тілінде. Мына хабарландыруда көрсетілгендей, бізде мынау әлгі емтихан мына пәндерден болып жатады. Қазақ тілінен, қазақ әдебиетінен, Қазақстан тарихы және орыс тілі. Осы пәндер. Осыған білімі сәйкес келетін адам. Керімбек ағай, мына жерде бүкіл әлемдік тарих деп тұр ғой. Енді осыны студенттер бітіргеннен кейін, қолдарынан диплом алғаннан кейін, мынау ТМД елдерінде жұмыс істей ала ма? Енді бүкіл әлемдік тарих болғандықтан, ол әрине Қазақстан тарихында өтіледі бұлай міндеттерде. Бірақ мұнда осы барлық дүние жүзі бүкіл әлемдік тарих өтіледі. Сондықтан бұл барлық халықтарға ортақ. Ол тек ТМД елдерінде емес. Егер араб елдеріне барып қызмет істеуге болады. Өйткені ол қайсы мамандықты бітіргендер болмасын, бізде араб тілін еркін сөйлеп шығатын болады. Сондықтан ол мамандар
өзü қажет еткен елдердің қайсысында болмасын қызмет етуге мүмкіндігі болады. Жалпы қанша оқушы қабылдау керексіздер? Біз енді бұны осы жуық арада шешіледі. Жалпы саны. Ең кемі біз мына бірінші жыл болғандықтан қазірше 100-150 төңірегінде қабылдаймыз ең кемі. Ал енді біздің мына қоғамның директоры қазір сол араб елдерінде жүр, сол кісі анықтап келеді. Жалпы біздің жоспарымыз 300-400 адам қабылдау болады ғой. Енді ол мәселе қаржыға байланысты. Мына бірінші жыл болғандықтан мына біздің лицензия алғанымызда әлі мына бізге әлгі демеушілік жасайтын елдер әлі білмейді. Оқу барысында сосын ел мен елдің арасында стажировка нелер жүретін шығар? Ол мәселе ойланып. Біз енді биыл бірінші қабылдаймыз ғой. Оларды біз мына 2-3 курстан кейін сол стажировкаға ары оқу жалғастыру. Қабылдауда ұл бала, қыз бала деп шектелмей ме? Жоқ, шектелмейді. Ладно, там же печать есть. Үшінші курста, мамандығы сәл алшақта болса, екінші курста. Бізде бір ремонт. Оның қажеті жоқ, нормально.